Барлықтарыңызға сәлем. Анау гримін жасағаннан кейін менің тағы да түрлі гримдер жасауға желанием ашылды. Және де мен жаңа плейлист создавать еттім. Ол гримдар болады, және де оның ішінде сіздер көптеген гримдар көре аласыздар. Әрине болашақта тағы да видеолар түсіріп жатамын. Бүгін біз мына грим жасайтын боламыз. Анау гримында мен сразу пошагово тесте жасағам. Осы жолы мен сіздермен бірге мен бетімді қалай бояй бастағанымды барлығын көре аласыздар. Олай болса кеттік. Ең бірінші негізі бар ғой, бетке нақты бір қай жерден грим басталады, аяқталады деген обводка жасап алған дұрыс. Және де сен сол обводкадан шықпай, нақты суретін дұрыс жасай аласың. Мен бүгін гуашьпен емес, мен обычно акварельмен жасап отырмын, себебі бүгін маған қатты ақ бет керек емес. Қазір мен контур обводканы жасап алдым. Ал енді осыған байланысты бетімді бояй бастаймын. Жаршақ бетім осылай шықты. Енді келесі жағын мен қазір тез бояп келемін. Бір слой жағып алдым, сосын оның үстінен енді екінші слойды жағып жатырмын. Себебі кішкене болсын ақ болу керек, қатты ақ керек болмаса да. Грим жасағанда ең бастысы красканың толыққанды кепкенін ескеру керек. Енді қазір мынау кепсін, сонымен сіздерге қайтып бет кепті. Кішкене сөйлеуге ыңғайсыз. Ал енді мына гримде көрсетілгенде енді мен ойлап тұрмын, ең бірінші қасының суретін салып, содан кейін барымды бұрыштарды жасай бастаймын деп. Жоқ, немесе ең бірінші қасты жасап, содан кейін розовый, көк, көздің астындағы нәрселерін жасап, содан кейін бірақ ана бұрыштарын, ерін, мұрын ары қарай кете береді. Так. Ақ түспен мына түсті қосып. Оғаннан кейін мен бір сулап, кішкене цветін ашық қылдым. Ална обводкаларды мен қара карандашпен жасадым. Мен сол жақсы суретші емеспін, сол себепті мен алдында өстіп арнайы контур жасап қойдым. Мен соның үстінен мен қара гуашьпен немесе акварельмен бояп шығам. Мен ойлап отырмын, қазір акварельмен боясам кішкене езіл кете ме деп, бірақ қазір жасап көрейік. Әрине ондай қиын сурет салу үшін ондай жіңішке кисточканы аламыз. Ал олай болса кеттік. Ты сегодня завершаешь планку, повернул на меня наизнанку. Тебе нужен я или лимба. Все же оны мен гуашьпен салам қойдым, себебі Baby, ты играешь не по рангу. қазір осылай тұр. Енді мен қазір ішін бояп алайын. Мен бірінші жағын бояп біттім. Менің қара салғандарым мына тұрған гримнен кішкене өзгеше болып кетті. Мен андай қылып жасап көріп едім, бірақ ол мен түріме қызық болып қалды. Сол себепті мен кішкене астың жақтарын үлкейттім. Көзімді боядым, және де мұрынға бадалмалық салдым, енді оны бояп. Бокал полный ксо, она скрывает свое лицо. Қазір енді қасымды бояп алам. Қасының формасы кішкене менікінен өзгеше болғаннан кейін мен қасының формасын біраз өзгерттім. Қасымды бояп алдым, енді ауыз. Аузың үшін андай қызыл помадамен бояп аламын. Я не при чем, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб. Осыдан кейін осы түрімен түскен фотоларымды көресіздер. Мен көп әдемі фотоға түсе алмадым, ренжімеңіздер. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар, және де арнаға тіркеліңіздер. Айтпақшы, Miroir, dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego.